Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге 3 қыз ертегісін айтып беретін болам. Алыншы мені тыңдаңыздар. Ерте заманда бір әйелдің 3 қызы болыпты. Ол 3 қызын басқалардан асыру үшін өте қатты еңбектенеді. Қыздары өсіп, бой жетіп, күйеуге тиіп, әр жаққа кетіп қалады. Сөйтіп бір кезде анасы жалғыз қалғаннан кейін ауырып қалады. Ол сары тиынды шақырып, тиын, маған қыздарымды шақырып берші дейді. Тиын барады да қыздарын шақырып алып келеді. Бірінші үлкен қызына барып терезені тоқылдатады. Үлкен қызы терезені ашып, не болды дейді. Тиын былай дейді. Сенің анаң қатты ауырып жатыр, тездетіп жет. Мен барар ем, бірақ тегешті тазалауым керекпін дейді. Не саған тегеш анаңа қарағанда тегешті жақсы көресің бе? Онда тегештен айырылмай жүр деп, оны бақаға айналдырып жібереді. Сиқыршы тиын. Сөйтіп ортаншы қызына барады да ортаншы қызын тоқылдатады. Ортаншы қыз ашыртты, не болды дейді. Сенің анаң қатты ауырып жатыр, бар дейді. Тездетіп жет. Мен жәрмеңкеге көйлек тоқуым керекпін, бара алмаймын дейді. Сөйтіп, саған жәрмеңкеге тоқымағаны артық па? Анаңа қарағанда деп оны құмырсқаға айналдырып жібереді. Оған да ашуланып кетіп қалады. Сөйтіп кенже қызына барып, кенже қызына айтады: аналарың ауырып жатыр, тездетіп бар дейді. Қызы нан илеп жатқаннан кейін кір қолымен анасына жүгіріп барады. Тиын былай дейді: сенің жүрегің не деген жұмсақ? Сен анаңды қатты құрметтейді екенсің деп тиын кенже қызына риза болады. Егер де балалар бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазып лайк басуды ұмытпаңдар. Ал айтпақшы қыздар, сендер аналарыңды естіп құрметтеп жүріңдер. Ал әнші, сау болыңдар.